Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Мұғалімдік мамандық – бұл адам тану, адамның күрделі және қызықты, шын шытырығы мол, рухани жан дүниесіне үңіле білу. Педагог жаңа ұрпаққа ғасырлар бойы жинақталған барлық бағалы дүниелерді беріп, жалған сенімдерді, кінәраттар мен кеселдерді бермеуге тиісті адам. Ендеше келесі кезекте өзімді таныстырып өтейін. Мен Макеева Камшат Маулетқызы Жансүгіров колледжінің педагог зерттеуші, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Менің ұстаздық еңбек жолым 1999 жылдан Сарқан ауданы Черкасск орта мектебінен бастау алып, сол аталған орында директордың тәрбие және оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымдарын, 2010-2019 жылдар аралығында гуманитарлық экономикалық колледжінде оқытушы, әдіскер қызметтерін атқарып, ал 2019 жылдан Жансүгіров колледжінде оқытушы және жалпы білім беру пәндер циклдық комиссиясының жетекшісі қызметімен жалғасуда. Менің өзекті мәселем қазіргі заман білімді ұрпақтың қолында. Ендеше білімді ұрпаққа жаңаша жол салу менің басты мақсатым. Білімгерлерім менің жетістігім, менің жемісім, мен үшін олар жұлдыз. Осы орайда мен ұстаз ретінде әр студенттің бойына ұлттық идеологиялық құндылықтарды сіңіріп, жеке дара тұлға етіп, білімді жастар тәрбиелеуде талмай еңбек етіп, өзекті мәселемді шешу жолындамын. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші. Қазіргі уақытта шәкірттерім облыстық, республикалық деңгейде жүлделі орындарды иеленуде. Оған қосымша колледжде болашақ дебат клубының жетекшісімін. Колледждің өзін-өзі басқару жұмыстары, волонтерлық қызметтің мүшесі болып, қайырымдылық іс-шараларға қатысып, өз үлесімді қосудамын. Оқуға құштар колледж тұжырымдамасын негізге ала отырып, түрлі іс-шаралар ұйымдастырудамын. Армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші. Армандарға мақсат қоя біліп, нәтижеге қол жеткізейік. Адам өз ісінің майталманы бола білу қажет. Осы бейнебаянды көріп отырған әр азамат пен азаматшаны жаңа қазақстандық қоғамды бірге қалауға шақырамын.